Достар, мен қазір ең қорқынышты өмірімде болған ең қорқынышты жерде тұрмын. Дәл осы орманда, Коммунарка зиратында 6609 адам жерленген. Бірақ денелері жоқ. Қайсы қай жерде жатқаны белгісіз, жердің астында екені анық. 6609 адам Мәскеуде атылып, әуелі шешіндіріп, жалаңаш күйінде тізерлетіп, желкесінен атып, сосын осы жерге барлығын алып келіп, бір қатарға жатқызып, үстеріне хлор құйып, себебі олардан бөлінбеу керек, ештеңе көктемде ертең шықпау керек. Хлордың үстінен известка құяды, себебі сүйегі де қалмау керек, сүйегін жоқ қылып жіберу керек. Үстінен топырақ шашады, топырақтың үстінен тағы адам тастайды, адам үстінен тағы хлорка, тағы известка тастап, бетін жауып, сөйтіп 6609 адамды осы жерге жерлеген. Олардың ішінде Тұрар Рысқұлов, Нәзір Төреқұлов, Сұлтанбек Қожанов, Назымбек Бірімжановтар бар.